Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Қайсар гүл жайлы қызық ертегі айтып беремін. Соңына дейін тыңдауды ұмытып кетпеңіздер. Қашан екені белгісіз, асфальттың астында бір сабақ жатыр екен. Ол сабақ асфальттен сұрапты: мен жарық әлемді көре аламын ба деп. Асфальт: жоқ, сен жарық әлемді көре алмайсың, мен оны күнде көремін. Сен неғып көре алмайсың, айтайын ба? Себебі сен әлсізсің дейді. Ал сабақ болса мұңайып қалады. Бір күні сабақтың жанына құмырсқа келеді. Сабақ құмырсқадан сұрайды: мен жарық әлемді көре аламын ба деп. Құмырсқа: я, сен көре аласың деді. Сабақ: мен көре алмаймын, өйткені мен әлсізбін деді. Құмырсқа: оны саған кім айтты деп сұрайды. Ал сабақ болса, оны маған асфальт айтты деп жауап береді. Құмырсқа: сен асфальттың сөзіне сеніп жата бересің бе? Сен тырыссаң, сенің арманың орындалады дейді. Сөйтіп, асфальттың сөзіне сенбеген сабақ асфальтты итереді. Асфальт: сен мені жарып шыға аласың ба деп күледі. Сабақ: я, мен сені жарып шыға аламын дейді. Ол сабақ бар күшін салып асфальтты итереді. Сөйтіп асфальтты жарып шығады. Асфальт жеңілгеніне өкініп сабақтан төмен қарайды, сабаққа төмен қарайды. Бір күні сабаққа Қайсар гүл өседі. Көлікпен келе жатқан адамдар: әні қараңдар, асфальтты жарып шыққан сабаққа Қайсар гүл өсіпті деп бәрі көреді. Сөйтіп Қайсар гүл өмірде қиындық туған адамдарға үлгі болыпты. Егерде балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.